монша эместеги. Кайсылар эт? Бирок кара болмоо керек болуп тур. Кара болмоо керек болуп тур. Ушунда кийимдердин баары онча болуп турма? Татабаганда онча эмес кийимдер болуп тур. Ойбай. Ошо монча эмес кийим деп атыр. Айгүлгүмөн бир сөмкө түсүрүн деп атыр. Ауыр сөмкө он деп тур. Жок, үстүмдөгү. Еще ким мен десеңиздер, менин жакын адамым мен. Ол халат қой, халат киіп тұрасың. Ну что ж, всем добрый день, друзья. Смотрите, как тут красиво. Да, андай. Осень болып тұр, осень. Но осень на дворе, деревья в серебре. Охладила нас. Перизат қаныңыз қалай? Саламат, жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы, әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Перизат, сіз үшін карьера маңызды ма, немесе махаббат па? Мұрын мен карьера маңызды болачымын, бірақ азыр өз махаббатымды табып, сүйікті жар болғым келеді. Бардық жақсылықты, байлықты менің эр азаматыма, сүйікті жарыма берсін. Мен тек қана қасында әдемі мотивация берген жұбай болғым келеді. Сондай бір ер азамат бұйырсын. Ал Нұрсұлтанда сондай бір қасиеттер көре алдыңыз ба? Я көрдім ғой, из-за этого я рядом с ним. Мен үшін барын жасайды Нұрсұлтан тоже. Жанында кіп-кішкентай еркек қыз болып жүрміз. Қайырлы кеш болсын. Кештетіп эфирден шыққаннан кейін ағайындар мен балалар қыздар. Қыздар деп білен. Айын көрейін. Гала. Ойбай, кесешеге шай ішейік. Ой, өлтіретті абыл қараш. Өлтіретіп отыр ма? Кесешеге өзім алсын бар. Ой, мен болды. Осылармен араласам тек қана. Басқа ешкім. Бауырларым ғой мені. Өзі қонақ жай өздері. Мана жігіт те бар ғана. Ұялмашы, конкретно. Ұялмай сөйлеші бір. Сәлем деп ба бір. Қалайсыздар достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма, не хабар, не жинау? Өзің сторисінде айтатын әңгіме. Мен де айтып тастадым да, сол ғой. Сторисінде не айтқан мысалы? Мысалы, мен үйтіп айт деген жоқпын ғой саған. Ренжіп қалады. Бұл өзі сондай, 30-ға келгендер сәл ренжігіш болып қалады. Ой, қараңыздар, күшті болды. Тойып алдық. Эфир деген энергия ғой. Оның бәрін алады да кәдімгідей қаншама халық көріп отырған оңай емес. Қарын ашады. Сағат 1-ден бастап кешкі 6:30-ға дейін. Оңай емес енді. Нұржанға рахмет, айналайын. Бауырым, бүгін шақырып жүріңдерші бір сені тамаға берейін. Осындай. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Короче, біз Нұрдәулет бауырым екеуміз. Ассалаумағалейкум. Қайда келдік? Олстрит. Короче, осында екеуміз әндетіп дуэт болып екеуміз жақсы бір отырыс ұйымдастырып жатырмыз. Өзіміз ғана бәрі жамандап, екеуміз ғана жақсымыз, қалған бәрі жаман. Короче, тамақтар арзан екен, өшер таңдадым, Олстриттан. Күніне қанша ақша құртасың деген сұрақ. Кошелегім ғой. Ошоны мне скоро покупаю. Мен 15-20 мың теңге. 15-20 мың. Экономить еткен өзінде. Ой, 5-10 мың ғой. Арамыздағы ең бай жігіттердің бірі ғой мысалға. 13-15 мың. Күніне кем дегенде 7-8 мыңнан точно. 60 теңгеден же шамамен. Күніне 60 Шамамен. Күніне 60 мың еще средний. Средний. 590 теңге ғой. 590 теңге. 590 теңге және абылай 60 мың накресін. 60 теңге бар ғой. Соның ішіне кіріп. 15 мың. Такси. Яндекс такси. Дешевле можете сделать. Күніне
да кетіп қалып жатыр ау 40-50 мыңда кетіп қалып жатыр ау бұрындары 1200 теңге сондай 3000 жарым қазір мен сөйтіп жүрмін автобусқа 120 барам қайдам 240 ба қарызға алып жаратқандар есептеле ма қарызға алып жаратқандармен есептегенде бір 1400 теңге ғой күнде 1400 ғой тамыр 10 мың ар жақта кемінде 10 мың теңге 5 мың теңге 30 мыңдай. не аласың Кофе ішемін, таксиге отырамын. тағы не аласың Болды. айт тағы не аласың Оны айтуға болмайды. не ақша бар тамақты үйден алып келемін тамақты үйден алып бензинға таксовать етіп тауып аламын сосын ары қарай жетіне беремін Кемінде 5-10 мың. нұржанға беретінің бар көмек қойшы қанша бар Өзімнің ақшамнан ба? Мен өзім ақша құртпаймын. Мен біреудің ақшасын құртпаймын. ең азы 10 мың тамаққа В основном, да, Алматыға келіп, бес-алты мың. Иә. Примерно 10 мыңға жетер емес. Тамағың бар, жолың бар. минимально 30 мың минимально 30 мың сізден кетпейді расход Кошелегім бар, кошелек. осы қыз қуанса осы қыз рахмет